Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеде өте дәмді, әдемі және тез дайындалатын бауырдан тіске басар дайындаймыз. Бейненің соңына дейін менімен бірге болып, жасап көруге кеңес беремін. Алдымен бауырды төрт бұрышты етіп тураймыз. Жақсылап турап аламыз. Мен сиырдың бауыр етін алдым. Содан кейін осы бауырды ұсақтап езетін боламыз. Егер сіздерде ет тартқыш болса, ет тартқышпен өткізсеңіздер де болады. Менде арнайы ұсақтағыш бар, яғни блендер бар. Сол блендерда осы бауырды екі бөліп саламын да езіп аламын. Жақсылап біркелкі формада, массада маған араластырып езіп береді. Жақсылап езіп алғаннан кейін біркелкі етіп, міне дайын. Бір бөлігін ғана жасадым. Содан кейін ыдысқа саламыз. Егер сізде ручной блендер болса, сонымен де жасағанға болады. Осы дайын бауырдың үстіне 3 жұмыртқа саламыз және жақсылап араластырамыз. Арнайы миксердің қажет жоқ, осындай қолдың венчигімен ақ жақсылап араластыра берсеңіздер болады. Негізі өте тез дайындалады. Бір кішкентай қасық тұз саламыз. Содан кейін сүт құямыз. 250-300 мл сүт құясыздар. Жақсылап араластырамыз. Рецепті барлық қанша ингредиенттер қажет, осы бейненің астына жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және де онды електен өткізіп, шетінен қосасыздар. Бірден қосып тастамаңыздар, себебі біздің масса кішкене сұйық болған дұрыс. Сол кезде жасайтын құймақтарымыз жұқа болып шығады. Онды бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізіп қосамын да, жақсылап араластырамын. Біркелкі, бірдей масса болу керек. Және ең артынан сұйық май қосамыз. 2-3 ас қасық болады. Нақты рецепті жазып қоям. Жақсылап араластырамыз. Міне біркелкі масса болып шықты. Егер сіздерде қою болып кетсе, онда сүт қоссаңыздар болады. Аздап сүт қосып жіберсеңіздер, яғни масса сұйық болған дұрыс, сол кезде құймақтарыңыз жұқа болады. Табаға аздап сұйық май құямыз. Таба қызғаннан кейін құймақты жасай бересіздер. Содан кейін сұйық май құюдың қажет жоқ. Мен жоғарғы отта пісірем, құймақтар өте тез піседі. Бір жағы піскені білінеді, толығымен піседі. Содан кейін екінші бетіне аударасыздар да. Ары кетсе бір 4-5 минут қана уақыт алатын шығар. Сонымен құймақ пісіріп аласыздар. Менде 18 құймақ шықты осы рецепт бойынша. Мұны осындай жұқа біркелкі болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 4 піскен жұмыртқа аламыз және үкіштен өткізесіздер. Кез келген үкіштен өткізсеңіздер болады, үлкен жағынан немесе кішкентай жағымен. Мен осындай үлкен пышағынан өткіздім 4 жұмыртқаны. Содан кейін осы 4 жұмыртқаға көкшөп қосасыздар. Мен укроп қостым. Яғни укроппен дәмді болып шығады. Ұсақтап тураймыз және жұмыртқаға ыдысқа саламыз. Және де майонез қоссаңыздар болады, бірақ мен сұйық сыр қостым. Яғни арнайы ыдыста болатын сыр болады ғой, өте дәмді, плавленый сыр. Соны қостым. Жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын. Негізі майонез қоссаңыздар да болады сырдың орнына. Енді салмасын осы құймақтың ішіне біркелкі етіп жағып саламыз. Мен арнайы осындай силиконды күрекше алдым. Салмасын жаққанға өте ыңғайлы біркелкі етіп. Содан бейнеде көрсетілгендей құймақты ораймыз. Осылай барлық құймақты салмасын салып орап шығасыздар. Қазір мен екінші құймақты да көрсетейін. Яғни дайын салмасын саласыздар. Егер сіздерде басқа да өздеріңізге ұнайтын салма жасағыларыңыз келсе, оны да жасап көрсеңіздер болады. Негізі бұл құймақпен барлығы дәмді болып шығады. Міне екінші құймақты да осылай орап, содан кейін оралған құймақтардың ортасынан әдемі етіп кесеміз. Міне осылай әдемі етіп кесеміз. Қараңыздар, қандай біркелкі әдемі болып шықты. Достар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Осы бейненің төменгі жағында подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды, және осы бейне ұнаса лайк басып, комментарий жазып, белсенді болуларыңызды өтініп сұраймын. Сіздерге оны істеген оңай, маған қуаныш сыйлайды. Баршаңызға ас болсын, бауырдан тіске басар дайын. Жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарий бөлімінде бөлісіңіздер.
сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы.